Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Ve ahlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Allah kalasa bugün кезекті dersimiz İmam Tahavi'nin мәтіні ақидаға қатысты, сенімге қатысты. Өткен дәрісте біз ең соңғы рет пайғамбарымыздың шапағаты жайлы сөз қозғаған болатынбыз. Алла қаласа бүгін жаңа тақырып وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ عليه السلام وذريته حق. Мисақ дегеніміз уәде, серт деген мағына. Алла тағаланың алған серті Адам алейхиссаламнан және де оның ұрпақтарынан ол хақ деп жатыр. Алла тағала Адам алейхиссаламды жаратқаннан кейін ол кісінің белінен бүкіл қияметке дейін келетін ұрпақтарының барлығын ретімен шығарды. Сөйтіп, солардың барлығынан уәде алды. Мен сендердің Раббыларыңмын деп. Сол кезде біз барлығымыз, сен біздің Раббымызсың деп мойындадық. Міне осыны мисақ деп айтады. Бізде де қазақта кең тараған сөз бар ғой, мен әл-мисақтан бері мұсылманмын деген. Міне осыдан шыққан. Әл-мисақтан бері мұсылманмын деген, мұсылманмын деп айтамыз. Міне осы уақытта біз мұсылманбыз негіз. Бірақ бұл мұсылмандықтан, бұл иманнан таятындар да бар, сол иманда бекем болып қалатындар да бар. Сол себепті имам Абу Ханифа рахимахулла өзінің Әл-Фиқхул Акбар еңбегінде не деп айтты? Кімде-кім осы дүниеге келгеннен кейін күпірлік қылатын болса, онда ол бұрынғы иманын не істеген болады? Тәрк еткен болады деп келтіреді. Ал енді кімде-кім осы дүниеге келгеннен кейін иман ететін болса, онда ол сол бұрынғы иманында қала берген болады. Міне осы әл-мисақ ол хақ деп жатыр. Алла тағала барлығымыздан уәде алған, серт алған. وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. Алла тағала ежелден қанша адам саны жәннатқа кіреді, оның барлығын ежелден білген. Санына дейін білген. Қанша адам кіреді. وَيَدْخُلُ النَّارَ. Және де қанша адам саны тозаққа кіреді, оны да білген. جُمْلَةً وَاحِدَةً барлығын. لا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. Сол белгілі бір сан көбейіп те кетпейді, азайып та кетпейді деп жатыр. Алла ежелден білген сан. Мысалға, мысал ретінде айтатын болсақ, 10 мың адам тозақтықта мысалға. Ол өзгермейді. Себебі ол өзгеретін болса, Алла тағала әрине ол нәрседен пәк, онда Алла тағала білмей қап, кейін білді деген нәрсе туындайды. Ал біз айттық өткен дәрістерде Алла тағаланың сипаттары ешқашан өзгермейді. Ол біз өзгереміз, жаратылыс. Алланың сипаттары өзгермейді. Ежелден бастау жоқ, мәңгі соңы жоқ. Көрдіңіздер, бұл алдыңғы дәрісте өткенім тақырыптың маңыздылығы өте үлкен. وَكَذَلِكَ أَفْعَلُهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ. Және де кім қандай амал қылады, соның барлығын білген деп жатыр. Өткен дәрістерде айтқанымыздай, білген деген сөз сіз мәжбүрсіз деген сөз емес. Осы нәрсені де жақсылап түсініп алуымыз керек. Алла тағала сіздің не таңдайтыныңызды ежелден білді. Қазір сіз қол көтересіз ба, түсіресіз ба, оңға бұрыласыз ба, солға бұрыласыз ба, соған қарай бізге тағдыр берді. Yani biz өзіміздің еркімізбен не істейміз, Алла тағала бүкіл нәрсені білді деп жатыр. Бұл деген біз мәжбүр деген сөз емес, мәжбүріміз деген. Енді айтып жатыр, وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Кім не нәрсе үшін жаралған болса,
сол нәрсеге жеңілдетілген деген мағына. Кімде кім жаннат үшін жаралған болса, оған жаннат жеңілдетілген. Кімде кім тозақ үшін жаралған болса, оған тозаққа бару жеңіл болған. Бірақ бағана айтқанымыздай, ол деген сөз сіз мәжбүрсіз деген сөз емес. وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينَ. Енді амалдар ең соңғы сәтпен өлшенеді деп жатыр. وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينَ. Амалдардың барлық қай кезде есепке алынады екен? Ең соңғы сәтте деп жатыр. Кімде кім ең соңғы сәтінде мұсылман болып, ықыласпен өтетін болса, оның сауабы сақталып, момын болып өтеді. Кімде кім өмірінің соңғы уақытында рия жасап, көзбояушылық қылып, немесе қандай да бір атақ даңқ үшін ғибадат жасап сөйтіп кететін болса, оның алдын қалған амалының ешқандай несі жоқ, пайдасы жоқ. Сондықтан амалдар қай кезде есепке алынады деп жатыр? Ең соңғы сәтіңізде. Ең соңғы сәтіңізде сіз қандай болдыңыз? Сол кезде алдыңғы амалдардың несі? Сауабы есептеледі. Сондықтан пайғамбарымыз қалай дұға ететін болған? Саллаллаху алейхи уассалям ең соңғы сәтімді көркем ете көр деп сұрайтын. Көркем бейнеде, көркем үлгіде жан тапсыруымды нәсіп ет деп сұрайды. Бұл негізі хадис. Имам Тахауидің бұл сөзі негізі хадистен алынған. Әл-амал бил-хаватим. Уәс-саиду мән саида би-қадауиллах. Енді айтып жатыр, кімде кім Алла тағаланың қаза тағдырында бақытты болған болса, ол бақытты адам. Кімде кім Алланың қаза тағдырында жәннаттық деп жазылған болса, сол жәннаттық деп жатыр. Кімде кімнің тағдырында тозақтық деп жазылған болса, Алланың қазасында тозақтық деп жазылған болса, міне сол нағыз тозақтық деп жатыр. Бақытсыз адам сол. Уәс-саиду мән саида би-қадауиллах, уәш-шақию мән шақия би-қадауиллахи та'ала. وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ. Енді айтып жатыр, Алла тағаланың қаза тағдыры, тағдыр деп айтады ғой, тағдыры. Алланың тағдыры, ол Алланың жаратылыстағы сыры деп жатыр. Тағдыр, ол сыр. لا لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. Ешқандай періште оны білмейді, тағдырды. Ешқандай пайғамбар тағдырды білмейді. Алла тағала сол пайғамбарға тағдырды білдірмейінше. Бұл негізгі нәрсе. Сонда тағдыр ол сырда. Ол тағдырды ешкім біле алмайды. Тіпті періште де білмейді, пайғамбар да білмейді. Алла өзі кімге білдіруді қаламайынша. Құран аятында келгендей, қалаған құлына білдіріп қояды деп айтты. Уәттааммуқу, енді қараңыздар, осы тағдырға кірісу дейді. Уәттааммуқу уән-назару, тағдырға кірісу, тағдырға назар салу, зариату әл-хузлан. Алла тағаланың жәрдемінсіз қалып қалудың бірден бір себебі дейді. Кімде кім осы тағдырға кірісетін болса, ол Алла тағаланың жәрдемінсіз қалып қалуына себеп болады. Уәсулламул хирман, және де әрдайым туралықта жүруден мақрум қалудың бірден бір несі себебі деп жатыр тағдырға кірісу. Уадаражату туғян, және де шектен шығудың дәрежесі деп жатыр. Осы тағдырға кірісу. Мысалға былай деп айтсақ болады. Бір адам қайтыс болса, біз де істемейміз, Алла тағала неге оны өлтірді, неге оны қазір алып кетті деген сөздер айтпаймыз. Не үшін? Себебі ол Алла тағаланың сыры да. Қаласа алады, қаласа береді. Оны хикметін, оның сырын бір Алла ғана біледі. Болды, Алла алды, болды. Бойұсынамыз.
Сондықтан бұл нәрседен барынша сақтану керек деп жатыр. Бұндай нәрседен. Назар салудан, пікір жүргізуден, уасваса қылып кіріп кетуден дейді. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ. Алла тағала жаратылыстан тағдырды жасырып қойды. وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ. Және де тағдырды талап етуден, тағдырды білуге кірісуден өзінің жаратылысын тыйды деп жатыр. كَمَا قَالَ فِي كِتَابِهِ. Құран кәрімде не деп айтты? لَا يُسْأَلْ عَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. Алла тағала өзінің істегенінен сұралмайды, бәлкім олар, яғни біздер сұраламыз. Алла неге бұлай қылды деп айтылмайды деп жатыр Құранда. Құранның аяты. Ла юсәл амма яфәл ва хум юсәлун. Өзінің істегенінен Алла ешқашан сұралмайды. Сондықтан бұлай неге болды деп айтуға болмайды деп жатыр. Бәлкім біз сұраламыз деп жатыр. Олар сұралады дейді. Құлдар деген мағына. Алла істегенінен сұралмайды. Сондықтан неге бұлай болды деп айту дұрыс емес. Ұстазымыздан мынандай бір оқиға естідік. Бір кісі үлкендеу жасы. Мешітке келіп жүреді, мешіттен қалмайды, жамағатпен, ораза ұстайды. Бүкіл құлшылықта енді барынша адамдармен жамағатпен бірге жүреді. Бір күні қатты ауырып қалды дейді. Сөйтіп үйіне барлық дейді, зиярат ету керек, мұсылман да зиярат ету керек, ауырып қалатын болса, пайғамбарымыздың айтып кеткен мұсылманның бір-біріне деген хақысын. Сөйтіп үйіне барсақ дейді, Алланың берген тағдырын жазғырып жатыр. Неге бұлай болды? Неге мен бүйтіп қалдым деп. Ана сөзді естіген уақытта қатты шошып кеттім дейді, ұстазымыз айтады. Сосын түсіндірдім дейді. Бұл нәрсенің бір хикметі бар. Аурудың келуі бекер емес. Сондықтан бұлдай сөз айту, Алланың тағдырынан наразы болу дұрыс емес деп түсіндірдім дейді барынша. Бірақ мен ол кісіден ондай нәрсені күтпедім дейді ешқашан. Соны айтып жатыр, Алла тағала өзінің істегенінен сұралмайды, олар, яғни құлдар сұралады деп жатыр. Біз сұраламыз ертең қияметте. Фәмән сәәлә, кім бұлай деп, лима фаал, Алла неге бұлай қылды деп сұрайтын болса дейді. Фақад радда хукма китабилла, Алланың кітабының үкімін қайтарған болды. Енді қараңыз, ваман радда хукма китабилла, ал енді кім Алланың бұл аятын қайтаратын болса, кәна минал кафирин, онда ол дінсіздерден болады, дінден шығады деп жатыр да. Тағдырға наразылық таныту адамды дінден шығарады. Енді мынандай бір сөздер бар, ғалымдарымыз өзінің фиқх кітаптарында айтады. Жалпы адам өлім аузында жатқан уақытта оның қасында отырып, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп осылайынан талқин дейді. Осылайынан айтып отырады дейді. Ана кісі соны естиді, сол нәрсені қайталайды. Шахадатты. Дұрыс па? Енді кім деген, қазір бұны не үшін айтып отырмыз, түсіндіреміз. Жалпы кім деген сөйтіп шахадатты айтып дүниеден өтетін болса, ол тікелей жәннатқа кіреді деген мағынада хадис бар. Соңғы сөз. Шахадат болатын болса, иншалла Алланың мейіріммен Алла тағала жәннатқа оны кіргізеді. Тікелей кіргізеді. Бірақ кейде мынандай бір жағдайларда болады. Дәл сол уақытты, жан тапсырар уақытты, кейде адамдардан дұрыс емес сөздер шығады. Мысалы, күпірлік сөздер шығып кетуі мүмкін. Бірақ біздер оны күпірлік қылды деп айтпаймыз. Не үшін? Себебі дәл сол уақытта адамның ақыл кетіп қалады деп айтқан. Көп жағдайда. Сондықтан, сонда егер дінге қарсылық бір сөздері, іс-әрекеттері байқалып жатса, оған күпірлікпен үкім бермейміз деген. Бәлкім не деп айтамыз? Ақыл кетіп қалды деп айтамыз да. Мұсылманша жерлейміз. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه
min awliya'illahi ta'ala. Міне осы айтқандарымыздың барлығы жүрегі нұрланған, Алланың әулие құлдарынан болған, адамға керекті болған дүниелері деп жатыр да, айтқан нәрсеміздің барлығы. Фахия даражату расихина фил илм. Бұл ілімде бекем болғандардың дәрежесі дейді. Yani осылай. Алладан сынақ келді ме? Болды. Алланың өзіне тапсыра алу, бұл ілімде, яқинда бекем болғандардың дәрежесі деп жатыр. Себебі дейді, лианнал илма илман. Жалпы бізде екі түрлі ілім бар екен. Бірінші ілім дейді, илмун фил халқи мавжуд, жаратылыста бар ілім, ва илмун фил халқи мафқуд, жаратылыста жоқ ілім. Енді жаратылыста бар ілімді қайтару ол күпірлік. Фа инкарул илмил мавжуд куфрун. Мысалға Алла Тағаланы тану, пайғамбарды тану, пайғамбарға иман келтіру, бұл ілімді, бізде бар ілім. Енді бізде бар ілімді жоққа шығару ол күпірлік деп жатыр. Ал енді бізде жоқ ілімнің артына түсу ол да күпірлік деп жатыр. Ваддиау ал-илмил мафқуд, бізде жоқ ілімнің артына түсу ол да күпірлік деп жатыр. ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. Қай кезде адамның иманы дұрыс болады десе, бар ілімді қабыл алумен, жоқ ілімді тәрк етумен адамның иманы дұрыс болады деп жатыр. Жақсы, келесі тақырып. وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَالْقَلَمِ. Біз лаух махфузға және де қаламға иман келтіреміз. Дұрысырағында ең бірінші жаралған жаратылыс ол қалам. Сахи хадистерде келгендей, оны қалам деп айтқан. Енді оның бейнесі бір Аллаға мәлім. Лаух махфузға бүкіл тағдыр жазылған. Бүкіл. Дүниеде, ақыретте не болады, соның барлығы лаухы махфузда жазылған. Қазір не нәрсе болып жатыр, оның барлығы лаухы махфузда бар. Алла Тағала лаухы махфузды жаратты, қаламды жаратты. Кейін барып, қаламға жаз деп бұйырды. Не жазамын деп, не деп айтты? Қияметке дейін не болады? Хадисте келгендей, соның барлығын жаз деді. Сөйтіп, қияметке дейін не болады? Барлығын жазды. Имам Абу Ханифа рахимахулла өзінің Фиқхул Акбар кітабында не деп айтты? Ол дәл осы жерде, ләкин кәтәбәху бил васфи лә бил хукми деп айтқанда ол кісі. Алла Тағала лаухы махфузға тағдыр жазған уақытты сипаттап жазды дейді. Үкіммен жазған жоқ дейді. Оның мағынасы қалай? Сипаттап дегенде, пәленше намаз оқиды, пәленше құптан намазына барады, сүннетті оқиды деп сипаттап жазды дейді. Пәленше күпірлік қылсын, ол дінсіз болсын, мұнафық болсын деп бұйрықпен жазбады дейді. Бұдан не түсініледі? Біз мәжбүр емеспіз. Сондықтан сипаттап жазды, бұйрықпен жазған жоқ деп жатыр. Бағана айтып кеткеніміз дәрістің басында, алдыңғы дәрістерде айтқанымыздай, Алла Тағала бүкіл нәрсені ежелден біледі. Дұрыс па? Келістік па осы мәселеге? Бүкіл нәрсені ежелден біледі ғой Алла Тағала. Кейін білді деп айтатын болса, Алла Тағала білмей, кейін білді деген нәрсе туындайды. Алла Тағала ол нәрседен пәк қой. Дұрыс па? Ондай болса, Алла Тағала өзінің ежелгі іліміне сай кім не нәрсені таңдайды, соны тағдыр етіп берді, бол. Сонда сіздің қазір отырғаныңыз, тұрғаныңыз барлығы неде? Тағдырдан. Ләһә мә кәсәбәт, ва алейһа мә ктәсәбәт. Пайда қылса өзіне, зиян қылса өзіне. Ва нуъмину биллаухи вал қалам. Біз лаухы махфузға иман келтіреміз, қаламға иман келтіреміз. Және де қалам не жазды? Оның барлығына иман келтіреміз. فَلَوْ اِجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ فِيهِ أَنَّهُ كَيْنٍ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَيْنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ. Енді қараңыз, Алла егер дейді бүкіл жаратылыс дейді, Алла Тағала болады деп жазып қойған нәрсені болдырмауға жиналатын болса дейді, ол нәрсеге шамалары келмейді деп жатыр. Лаухы махфузда не нәрсе болады деп жазылды, сол нәрсе болады деп жатыр. Джаффал қаламу бима хуа кайнун иля яумил қияма. Қияметке дейін не болады? Қалам кеуіп кетті деп жатыр. Яғни барлығын жазып болды. Қалам жазды, кеуіп кетті деп жатыр, жазған парақ. Бізге енді бұл түсінікті болу үшін айтып жатыр, кеуіп кетті. Яғни болды, ол өзгермейді деген мағына.
Енді бұл негізі хадистің бір бөлігін айтып жатыр бізге. Хадистің екінші бөлігі бар ғой. Бүкіл адамзат жоқ нәрсенің бар етуге жиналатын болса, оған да шамасы келмейді деген мағынада. وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ. Құлға жазылмаған нәрсе, وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ деген мағынасы, құлға жазылмаған нәрсе ешқашан бұйырмайды деп жатыр. Жазылған нәрсе ешқашан оны айналып кетпейді дейді. وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ. Сізге бір нәрсе жазылды ба, ол сізден ешқашан айналып кетпейді. Ол нәрсе міндетті түрде болады. Сізге ол нәрсе жазылмады ма, ол ешқашан сізге бұйырмайды. Имам Ғазалидің Айюхал Валад деген кітабында мынандай бір сөз келтіреді. Екі адамның, екі достың оқиғасы. Екі бір дос болады. 18 жыл ма, 8 жыл деп па келеді, есімде жоқ нақты. Кейін айтады, енді екеуміз дос болдық, сен осы менімен дос болып жүргелі бері менен не нәрсе үйрендің деп сұрайды. Сол кезде ол кісі 8 нәрсе айтады. Осыны мен сізден пайда алдым деп. Соның бірі, мен дейді, адамдардың ризықты бір-бірімен таласып жатқанын көрдім. Барынша ризық, мал дүние ғой. Мал дүниеге қол жеткізу үшін таласып жатқанын көрдім. Бір-бірін алдап жатқанын, бір-бірінің аяғынан сүріп жатқанын барлығын көрдім. Бірақ Алла Тағаланың мына бір аятын естіген уақытта мен бұндай талас тартысты тастадым дейді. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا деген аят. Мына әлемде қандай тіршілік иесі болмасын, оның ризығын Алла береді дегеннен кейін мен бұндай талас тартыс деген нәрсені тастадым. Қанша тырыссаңыз да кім ризық беруші? Алла Тағала. وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهِ. Құл білу керек деп жатыр. Мына жаратылысқа қатысты Алла Тағаланың ілімі ежелден. Соны білу керек деп жатыр. وَقَدَّرَ ذَلِكَ بِمَشِيَتِهِ. Кейін бұл нәрсені, осы білген нәрсесін өзінің қалауымен тағдыр қылды дейді. Өзінің қалауымен тағдыр қылды. Әрі бекем тағдыр дейді. Лейса фихи нақид. Ол тағдырды ешкім бұзып жібере алмайды. Ол тағдырды ешкім кешіктіріп жібере алмайды. Уәлә музин. Ол тағдырды ешкім кетіріп жібере алмайды дейді. Уәлә мұғайыр. Ол тағдырды ешкім өзгертіп жібере алмайды дейді. Уәлә мұхауи. Ол тағдырды бір сипаттан келесі сипат көткізе алмайды. Мысалға біреу Алла Тағала мысалы біреуге бойды ұзын болуды жазса, ешкім оны тұрып қысқа қыла алмайды. Мұхауи деген мағынасы сол. Уәлә зайд. Немесе ол тағдырды арттырып жібере алмайды. Немесе ол тағдырды кемістіп жібере алмайды дейді. Мен халқихи. Ешкім дейді. Аспандарда да жерде де. Міне осы нәрселердің барлығы, осы айтқанымыздың барлығы иман негіздерінен. Және де Алла Тағаланы дұрыс тану негіздерінен. Алла қаласа бүгін сабағымызды осы жерде тоқтатсақ,